Нығматуллиннің ұлына қатысты тың деректер пайда болды. Мәжілістің бұрынғы төрағасы Нұрлан Нығматуллиннің ұлы Нұрхан Нұрланов қылмыстық іс бойынша тергеліп жатыр. Бас прокуратураның хабарлауынша, Қазфосфат басшылығына қатысты 697 миллион теңге монополиялық кіріс алуға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталған. Қазфосфат жауапкершілік шектеулі серіктестігі басшылығына қатысты 697 миллион теңге сомасына монополиялық кіріс алуға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды делінген хабарламада. Естеріңізге сала кетейік, 15 шілдеде мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматуллиннің ұлының қылмыстық іске қатысы бар екені белгілі болды. Бұған дейін 5 сәуірде монополияға қарсы қызметкерлер Қазфосфат жауапкершілік шектеулі серіктестігіне қатысты сұранысқа ие ауыл шаруашылығы тыңайтқыштардың бірінің бағасын негізсіз көтеру фактісі бойынша тергеу басталғаны туралы мәлімдеді. Айта кету керек, ауыл шаруашылығы тыңайтқыштарының бағасы елдегі тамақ өнімдерінің құнына тікелей әсер етеді. 14 шілдеде үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев Қазфосфаттың заңсыз кірісі туралы айтты.